Өзіңізге деген көзқарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе бастау парызыңыз. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Жаратқанға сенім секілді өзіңізге деген сенім көп ғажайыптар жасай алады. Күмәнді шындықтан нанатын өтірік артық. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Өзіне артық жүк арқалайтын адам көп іс тындырады. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Өзіңіздің бірегей екеніңізді мойындаған кезде, өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Өмір деген осы. Бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп өмір өзен ағысын өзгертпейді. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Өмір теңіз, тағдыр кеме. Ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек. Тағдырдың қожасы тағдыр, адам оның құлы. Бір жақсы қасиетіңді толық көрсетуге жақсы қасиетіңнің көптігі кедергі келтіреді. Өзінде барды өзгелерде бере алмайтын адам, өзгелерде барды көре алмайды. Өзен ағысымен өлі балық қана жүзеді. Ештеңені жүрекке жақын қабылдама. Жақын қабылдасаң, жаныңда ұстағың келеді. Жадыңда ұстаған жаныңа ауыр тиеді. Уақытты өлтіру үшін кездесудің де қажеті жоқ. Өзгелерге пайдалы адам мәндірек, өзіне пайдалы адам ұзағырақ өмір сүреді. Әр адамның өмірде бақытты және бақытсыз болуы, табысты және табыссыз болуы өз қолында. Өткен өмірдің берер сабағы, үлгі өнегесі көп. Бірақ оған қорытынды жасап ойланбаймыз. Өмірде әр нәрседен хабарың болса да, адамның мінез құлқын білмей кетесің. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық, оны кей пенде сезеді, кей пенде сезбейді. Тіршіліктің әр күнін бақыт деп сана. Өте өкінішті, өмір сондай қысқа. Жіберген қателігімізді түзелтіп үлгермейміз. Адам өмірі дөңгелекті арба секілді. Қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кетері белгісіз. Өмірдің қысқалығы сонша, ол туралы ойланып та үлгермейсің. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес. Бұл әлемде неше түрлі тағдыр бар. Сенің тағдырың жалғыз, оны бүлдіріп алма. Өмірге наразылық танытқанша мәнді өмір сүруге ұмтылыңыз. Біздер өлгендерді жоқтап емес,
өмірге жаңа келген нәрестеге жылайық. Себебі оны өмірдің түрлі тауқыметі күтіп тұр. Бұл өмірде жалғыз бақыт, тоқтаусыз алға қарай талпыну. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз. Сонда жүрегіңіз тынышталады. Өмір жылау, күрсіну және күлкіден тұрады. Алайда күрсіну басымырақ. Біз көне өмірге сүйсінеміз, бірақ қазіргі заманмен үміт сүреміз. Өмір сізге езу тарту үшін, оған бастапқыда өзіңіз жақсы көңіл күй сыйлаңыз. Өмір қас қағым сәт, кірпік қағумен тең.